Бірінші күні суда тұрады 18 сағат па 24 сағат па бөлменің жылылығына байланысты. Әбден тазарту керек дейді біреулер. Мен тазартпаймын, солай салып қоямын. Сосын одан алып, мына құрт сүзгендей сүзіп дорбаға, яғни қапшыққа су кеткеннен кейін дорба енді аздап ылғал болады. Соның осындай бір ыдысқа салам да, дорбаның аузын байлап, буып, бетін жауып тастаймын. Тағы бір күн немесе бір 2 күн тұрады да, ол кәдімгідей тамырланады. Тамырланған кезде көне беріп тастаймын. Бір азғантай бөлігін алам да, осындай ыдысқа салам. Астына салафан төсеймін. Және топыраққа араластырып осылай қоямын. Жақсы өседі да, жақсы өсіп жатыр. Бұл жерде деген суды қанша малшылау су құйсаң да, бұл көгеріп кетеді, қарайып кетеді, мүктеніп кетеді, иістеніп кетеді деген нәрсе жоқ та, бір жақсы. Енді бұдан да басқа да әдістер көп, бірақ ең оңай әдісі осы